Барлықтарыңызға сәлем, бүгінгі күнге болжам, бүгінгі күнде қайта демалыс болып, жанымыз қалып отыр, өте эмоциональный күн, әсіресе ер мен әйелдердің арасында болуы мүмкін, және өзімізде, өз орнымызды білуіміз керек. Бүгін және поделка жасап, үйдің тірліктерін тамақ істеп, бір сондай майда-шүйда тірліктер жасасаңыз, немесе техника жөндесеңіз өте жақсы. Үлкендермен ұрыспаймыз. Ешкіммен сөзбен намысына тимейміз. Өйткені бір кішкентай бір шыбындай нәрсені пілдей қылатын эмоциональный күн. Бүгін егерде ұл бала туылатын болса, сонда еңбекқор, бай болуы мүмкін еңбегімен, қыз бала туылса, алыс жерлерге кетуі мүмкін оқумен, либо сол алыс жерге күйеуге шығуы мүмкін. Шаш қидыруға онша емес әңгіме сөз болуы мүмкін. Жол жүрсеңіз, документтеріңізді, ақшаңызды абайлаңыз. Огонь ян, огонь ин белгісі ақша шығаратын күндеріңіз. Слабый карта болса сіздерге қайта ақша келеді, либо 16:00-ге дейін қуанасыздар. Негізі кейбір жерде бүгін көпшілікке шықпаған дұрыс, өйткені ұрыс керіс, либо ақшаға қатысты бір проблема болуы мүмкін деп көрсетсе, ал кейбір жерде қайта шамалы адам аздау жерге барып көңіл көтерген жақсы деп көрсетеді. Бүгін аяқта абайлаймыз, белден төмен энергия сол жерге келіп тұр, және активация мына жерде жазып алсаңыздар болады.